Ей, мыналар кімдер? Оу, халайық. Не боқ балды? Мынау кімнің әскері? Сендер қайдан келдіңдер? Сендер менің жаушымды сабап, мені қорладыңдар. Енді осы үшін жауап бересіңдер. Түсінікті ме? Мен бұл туралы ештеңе естімедім. Егер сені ренжітсек, онда кешір, батыр. Бірақ сенің жаушың бізбен дөрекі сөйлесті. Иә, өте дөрекі сөйлесті. Оны өзінен сұра. Менің жаушыларымды жазалауға ешкімнің хақысы жоқ. Егер келменбетті сабағандарыңды менің алдыма әкелмесеңдер, онда ауылдарыңа ойран саламын. Міне, менің шартым осы. Жоқ. Тоқта, батыр. Мен қазақ жеріндегі жалғыз хан емеспін. Сенің осы қылығыңды қалған хандар жөн көрмейді. Осың үшін менен кешірім сұрайсың әлі. Түсіндің бе? Басқа хандар естімесін. Мен соғысты қаламаймын. Сен кінәңді жуып шай. Сонда мен саған қиянат жасамаймын. Қараман, маған ойлануға уақыт бер. Тоқта, батыр. Мен ойланайын. Мен екеумізде риза болатындай шешім қабылдаймын. Уәде берем. Ал сен мені асықтырма. Жарай ма? Жақсы, Әзімбай. Мен әділетті боламын. Сенің жауабыңды күтем. Жазалаудан құтылып кетпестерің үшін менің әскерлерім ауылыңды қоршап тұратын болады. Ел даусыз болмас, жер жаусыз болмас. Народ не бывает без расприй, земля не бывает без врагов. Бәле қайда бассаң, аяқ астында. Беда неожиданно появляется всегда. Тізерлеп жүріп, күнелткеннен, тік жүріп, өлген артық. Чем ползая жить, лучше стоя умереть. Арлы арына қараса, арсыз жеңдім дейді. Честного совесть удерживает, бессовестный себя победителем считает. Ашу пышақ, ақыл таяқ. Гнев — нож острый, разум — посох надежный.